Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 11-chi dars. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tuassir, robbi tammim bil xayr. Alif және hamza taqribi. Alif пен hamzaға қатысты. Міне бұл alif алдында өткендегідей alif әрпі, ал бұл үстіндегі hamza белгісі, белгі дейді, әріп дейді. Жалпы хамза деген осы. Міне былай да келеді, яның үстінде де келеді, уаудың үстінде де келеді, былай да келеді, былай да келеді, және былай өзі де келе береді. Жалпы түрленіп келе береді барлық жерде әртүрлі болып. Әмәро, әхаза, қара'a, يقرأ أمر أخذ قرأ يقرأ. Мына жерде жаңа оқыған кезде алифтің үстінде тұр. Кәдімгідей үстіндегі фатханы қысқа нұсқа оқып кете береміз, созбаймыз, ештеңе өзгеріссіз. Я муру, бұл жерде я муру деп созылмайды, сукун тұр. Құранда егер осындай дөңгелек белгі келетін болса, Құранда сукунның бірнеше түрі бар. Егер осылай келетін болса, мединский баспада оқылмайды. Жалпы мединский баспамен Құранды алатын болсаңыз, оқитын болсаңыз, мединский баспа түрін алғаныңыз дұрыс. Сол түрімен оқығаныңыз дұрыс. Тәжвид түрі де бар, мединский. Я муру, я хузу, мәмур. Мәмур. Бұл жерде ро сукунды, роға тоқтаймыз, ро оқылады. Бірақ роның өзі оқылады дейік. Мәхуз. Ал бұл жерде ядан кейін, я деп оққаннан кейін алиф келіп тұр, оның үстінде хамза келіп тұр, оның үстінде сукун келіп тұр. Бұндай жағдайда я муру деп оқылады. Өзінің осындай ерекшелігі бар. Осы хамзаны, мына хамза тақырыбын бүгін өтіп жатқасын, осы хамзаға қатысты. Осы хамзаны білдірту керек. Сондықтан осындай хамза сукунмен келген кезде ерекше бірді оқылады. Білдірілу керек хамза бар екені. Я муру, яғни ядан кейін хамзаны білдірту дегенді білдіреді. Я муру, яғни я дегеннен кейін тамағыңызды қысып қалсаңыз, бұл дыбыс шығады. Яны айтып атқан кезде қысып қаласыз. Я муру, я хузу, мәмур, мәмур, мәхуз. Дәл осылай қайталай беріңіз бірге. Қуриә, қуриә. Я оқылмайды, себебі жаңа басында көрсеткенімдей я оқылмайды. Бұл жерде хамза яны подставка сияқты қылып пайдаланып тұр. Сондықтан хамза да оқылмайды. Хамзаның үстіндегі фатха оқылады дейік. Қуриә, қуриә. Хамза оқылмайды еш жерде. Тек хамза жаңағыдай мындай сукунмен келген кезде білдіріледі хамза бар екені. Қариу,
Қариу, яғни хамзада яда оқылмайды. Бұны бір вау оқылады, бір тірек подставка ретінде деп қарай берсеңіз болады. Қариу үстіндегі немесе қариу үстіндегі әріпке оқылмайды, тек подставка ретінде тұр десеңіз де болады. Мубтадиу, мубтадиу, мустахзиу, мустахзиу, юмину, юмину. Міне осы кезде сукунмен келген кезде тек оқылады. Юдан кейін уда оқылмайды, екінші у. Оның үстіндегі хамза да оқылмайды. Сукун тұр, оның үстінде сукун сірә оқылмайды. Бұл жерде үстерінде харакат жоқ ешқандай. Сол себепті тек хамзаны бұл жерде сукунмен келген кезде, тек хамза сукунмен келген кезде осылай білдіртіледі. Мину хамза бар екені. Мин муәззин, муәззин үстіндегі осындай фатха, кәсра, дамма келген жағдайда оқылады. Тәнуин немесе муәззин, муәллиф, лу осындай хамза сукунмен келген жағдайда осындай ерекше болып оқылады. Қаил, қаил, қаим, саил, маил, раис, раис. И деп екі харакатқа созылады. Себебі хамзаның астында кәсра тұр, одан кейін я тұр. Екі харакатқа созылады. Кәсра, я. Бір, екі харакатқа. Раис болды. Солай оқылады. Биса, биса. Хамза сукунмен келіп тұр. Бұл жерде хамза ештеңе оқылмайды, тек би деп хамза бар екен білдірту үшін осылай ерекше оқылады. Яғни би деп дыбыстаған кезде резкі тамағымызды қысып қалсақ шығады. Би, су, би, сә. Кешіресіз. Би, сә. Би, ру. Би, ру. Сәәлә, сәәлә. Ясәлу, мәс'ул, мәс'ул, мәс'ул. Екі вау, екі харакатқа созылады, болды. Шәә, шәә, шәә. Егер осындай толқын сияқты белгі келетін болса, волнисти. Бұл деген сөз 2, 4, 5, 6 харакатқа дейін созылатын, созылу мүмкін деген сөз. Осындай белгі келсе, 2-ден 6-ға дейін созылу мүмкін деген сөз. Сондықтан осындай белгі тек осындай жағдайда қойылады. Шәә, шәә. Осындай белгі келген кезде 4 харакатқа созсаңыз, барлық жерде сізде ешқандай проблема болмайды оқуыңызда. Осындай, егер осындай жағдайға келіп қалсаңыз, осындай жерге одан кейін хамза келсе, егер осылай мәт белгісі келсе, осы волнисти толқын сияқты
сәә, сәә. Төртке созып кете берсеңіз болады. Төрт қаракатқа. Жәә, яшәу, мәсәу, шиә, جيء يجيء يسيء مسيء شيء فيء ملء برء جزء قراءة. Бұл тамарбута, бұл иншалла келеміз оған. Осылай оқи беріңіз әзірше. Суу, ясуу, ватуу, қуруу, муруәтун, муруәтун. Бұл дөңгелек үстіне екі нүкте тә әрпі қылып. Тә әрпі болып, немесе тоқтаған кезде хә әрпі болып оқылады. Бұл жерде біз тоқтамайтын болғасын тә әрпі болып оқып жатырмыз. Муруәтун. Егер муруәх деп тоқтайтын болсақ, бұл тә екі нүктесін алып тастайтын болсақ, хә болып кетеді. Егер үстіндегісін оқып ары қарай жалғастыратын болсақ, тағы бір аятпен муруәтун болады. Егер аяттың соңында тоқтайтын болсақ, муруәх. Осылай тоқтаймыз. Әл-мәру имроән имриин. Көрдіңіз ба? Алиф келіп тұр, хамза келіп тұр. Ол екеуі де оқылмайды, үстіндегісі оқылады. Ән имриин. Яда я келіп тұр, хамза келіп тұр, тек астындағысы оқылады, тәнуин. Ин, имри, ин, имру, ун. Бұл жерде де солай. Барлық жерде осылай болады. Әл-джуз-у, джуз-әх, хә, джуз-әхә, джуз-ихә, جزءها. Тамарбутаға да келдік, жаңа айтып жатқан нәрсеге. Бұл тә әрпі және хә әрпі болып оқылады сөздің соңында. Тамарбута деп аталады. Яғни жаңа айтып кеткендей, егер аяттың соңында келсе, аят осы жерде бітетін болса, ол хә болып тоқтайтын болсақ, аяттың соңында аят бітетін кезде хә болып кетеді. Ал егер ары қарай, мысалы, мынау келесі аят дейікші, аят біткен жоқ, жалғастырып кететін болсақ, мына келесі сөзбен, онда тә әрпі болып оқылады. Яғни тоқтасаңыз хә болады, тоқтамай жалғастыратын болсаңыз келесі сөзбен тә әрпі болады. Тамарбута деген осы. Міне бұл хә әрпі ғой, астындағысы, үстінде екі нүкте беріп қойған. Яғни хәді тәді болып кете алады жағдайға байланысты. Азизәтун. Егер тоқтайтын болсақ, азизә. Фәридәтун. Фәридә. Кәдімгі хә тамақтан шығатын. Хәмидәтун. Хәмидә. Кәдімгі жұмсақ хә тамақтан шығатын. Сәидәтун.
سعيدة شهيدة شهيدة جميلة جميلة حليمة حليمة سليمة سليمة شريفة شريفة نعيمة نعيمة مرة مرة مرات كرة كرات حرة حرات